Әрқашан күн сөнбесін, аспаннан бұлт төнбесін, жанымда болсын мамам, болайын мен аман. Ла-ла-ла-ла-ла-ла, ла-ла-ла-ла-ла-ла, жанымда болсын мамам. Сәлем, Миранда. Қандай әдемі. Мен де сурет салып көрсем бола ма? Әрине, міне мына борды алып қосылсаң болады. Мен онда жүк көлігін саламын. Білесің бе, барлық бала бормен сурет салғанды ұнатады. Қызық, Оны кім ойлап тапты екен? Оны табиғат құбылысы дейді. Біздің планетамызда бор теңіз балдырларының, ұлу шаяндардың арқасында пайда болған. Олар өлген кезде осы су астына түсіп жинала берген. Бірнеше миллиондаған жыл ішінде олар борға айналады. ал оны адамдар ол жерден қалай алды екен? Бұрын экскаватор болған емес қой. Су кететін болған, ал оның түбі қалады. Бордың шоғыры бар кез келген жерде теңіз бен мұхит бар екені белгілі. Ал адамдар оны оп-оңай алған. Сонда оны сурет салу үшін алған ба? Мүмкін мұғалімдер тақтада жазу үшін де алған шығар. Тек ол үшін емес. Мысалы, көне Египет елінде Хеопс пирамидасын 2,5 миллион әктас жиынтығынан жасаған екен. Мәссаған. Сонымен қатар борды шыны, сіріңке, қағаз жасауда қолданылады. Және де бояуларды, тіс пасталарын, сонымен қатар медицинада да пайдаланады. Ол адамның тырнақтарына, тісіне, сүйегіне көмектеседі. Сонда оны жеуге бола ма? Тоқта. Бұл борларды жеуге болмайды. Бұл жерде бірнеше қоспа мен бояулар қосылған. Ол адам организміне зиянды. Ал оларды бұл борға қосқан себебі бор уатылып кетпеу үшін. Алайда менің әжем мектеп кезінде борды жегенін айтқан болатын. Әрине ол кезде бор таза болған шығар. Қызық. Сабаққа келдің де борды жеп қойдың. Ал мұғалім, енді немен жазамыз? Онда сабақ болмайды деп таратып жіберсе, иә? Әжемнің айтуынша мұғалім борды өзімен алып келетін болған. Сондықтан бұл ойың жарамсыз. Балалар, сендер сандар туралы тақпақтар білесіңдер ме? Мысалы, мен 8 саны туралы мынандай бір жас тақпақ білемін. Сен де мен де баламыз, 8 санын саламыз. 8 деген 2, 4, 8 жаста ағамыз. Ал балалар, сендер қандай тақпақтар білесіңдер? Кәне, ізденіп көріңдер. Жақсы балалар, енді балалар, мына бір суреттерге назар аударайық. Және де санаймыз. Бірінші балалар бізде суретте тұрған көзілдірік. Енді көзілдіріктің әйнектеріне мұқият қарасақ, мына 2 әйнекті қоссақ, 8 санына ұқсатсақ болады. Ал мына жерде кітаптың суреті. Енді санаймыз. Көзілдірігіміз 3, иә? Ал енді кітаптардың санын санайық. 1, 2, 3, 4, 5. 5-ке 3-ті қоссақ неше болады? 8. Дұрыс айтасыңдар. Бұл жерде көзілдірік көп пе, әлде кітап көп пе? Иә, кітаптардың саны көп. Сондықтан мен таңбамды кітапқа қарап жазамын. Жақсы. Енді бұл жерде бар кітаптардың саны көзілдірікке қарағанда қаншауы артық? Дұрыс, 2 кітап артық. Жақсы бар, келесі жұлдыздардың суретіне қарайық. Неше жұлдыз көріп тұрмыз? Бәріміз бірге санаймыз. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 жұлдызымыз бар екен. Қандай көп жұлдыздар? Ал мына жерде айдың суреті. Ол 1. 7-ге 1-ді қоссақ неше болады? Дұрыс, 7-ге 1-ді қоссақ 8. Бұл жерде жұлдыздар саны көп пе, әлде айдың саны көп пе? Иә, бұл жерде жұлдыздардың саны көп. Сондықтан мен таңбамды жұлдызға қаратып жазамын. Жақсы балалар, жарайсыңдар. Келесі суретке назар аударайық. Бұл лимондардың суреті және апельсин. Балалар, лимон мен апельсин цитрустық жемістерге
жататынын сендер білесіңдер ме? Иә, олар ұқсайды, бірақ балалар әртүрлі пішінді және де дәмдері де әртүрлі болады. Енді лимонның санын санайық. 1, 2, 3, 4 лимонымыз бар екен. Апельсиннің санын санайық. 1, 2, 3, 4. 4-ке 4-ті қоссақ, менде неше жеміс болады? Дұрыс, 8 жеміс болады екен. Енді балалар, қайсысы көп? Лимон ба әлде апельсин ба? Иә балалар, екеуі тең, яғни 4 лимон және 4 апельсин. Екеуінің саны бірдей екен. Балалар, енді кәне осы сандарымызды жазайық. 3 көзілдірік. 3 деген санды жазамыз. 5 кітап. Жақсы, 5 және 3 салыстырамыз. Әрине, 5 саны көп. Енді балалар, 7 жұлдызша және 1 айымыз бар. Кәне, бұл жерде енді сендер қиналмайсыңдар деп ойлаймын. Жауабын тез таптыңдар. Әрине, 7 саны көп. Тамаша. Келесі балалар, 4 лимон және 4 апельсин. Иә балалар, 4 пен 4 саны тең. Тамаша балалар, сандарды жазып, үйрене беріңдер, менен қайталаймыз. Жақсы балалар, жарайсыңдар, бәрін үйреніп алды деп ойлаймын. Әлем, қандай әдемі сурет салғансың. Сен нағыз суретшісің. Рахмет, Миранда. Маған сурет салған ұнайды. Мадонари болғым келеді өскенде. Кім болғым келеді дейсің? Мадонари. Ол көше суретшісі. Яғни көше асфальтына сурет салады. Ол тек сурет салып қана қоймайды. 3D форматтағы суреттерді салады. Қандай керемет. Ал Мадонари болу үшін не істеу керек? Біріншіден жақсы сурет салу керек, содан кейін математиканы білу қажет. Әйтпесе, суреттердің көлемін біле алмайсың. Айтпақшы, математика жөнінде. Біздің үй тапсырмамыз салыстыру еді ғой. Қане, соны орындайық. Жарайды. Сенде қанша бор бар? Менде 2, 3, 5. Ал менде 3. 5 3-тен 2-ге артық. Сенің жүк көлігің бар. Оның 4 дөңгелегі бар. Ал менде 3 шар бар. 3 4-тен кем. Ал сенің 3 шарың менің 3 борыма тең. Міне Әлем, көрдің бе? Сен математиканы жақсы орындап тұрсың. Сондықтан өте керемет Мадонари боласың деп ойлаймын. Достар, ал сендер көшеде бормен қандай сурет саласыңдар? Бізге суретке түсіріп жіберіңдер. Сендерге сәттілік тілейміз. Сау болыңдар. Миранда, саған менің суретім шынымен ұнады ма?